Dünya bolsa eğer şeker eken, bolmasa bu dünya bekar eken. Adamдар ау. Ой, не болды сонша? Дүние деп. Енді шерім тарқатайын деп жатырмын ғой. Ой, қойшы. Бір домбыра алу керек дейді. Сонда дүние деген не ол? Өмір ма? Жалғыз өмір емес. Дүние деген бұл байлық. Бұл деген ақша. Бриллиант, алтын. Бұл кресло, мансап. Сонда дүниесі барда қандай, дүниесі жоқтар қандай ал? Мысалы, дүниең болса, ұшқаның самолет, мінгені Геленваген, Майбах, жүргенің шетелден шетел, кафе, ресторан, кабак, виски, шампанское, сауна, қыздар. Бабай өлдірізі. Ал, дүниесі жоқтар шал. Дүниесі жоқтар ма? Иә. Дүниесі жоқтар. Автобус, маршрутка, кейде жаяу. Ауылдың арасы сол. Көше-көше жүргенің. Ешекпен жүз жаяу. Столовый. Сосын қара нан, қара су. Общий баня. Сосын сенің анау шешең. Дүние өткенің бі бекер ау. Olmasa бұл дүние. Ay Şakınay, ay Kulguday, ay ne istep ettin Kulguday, ne istedim. Ağaşım ay, Әжетайым ай. Мені айдадаг да берген едеді ғой. Пәшен деп берген едеді. Енді кім берген едеді? Ағашым ай, менді ергелетуші еді ғой менді. Оламазым ай, озақмазым айды ергелетуші еді ғой. Кім дейді? Қазанмасым айды ергелетуші еді ғой дейм. Қазанмасым айды. Ағашым ай. Сендерді қоя беріңдерші. Менің жағдайым не болады? 70 жыл ватандасқан, ақ қуымай, ақ маржанымай, сыңарымай, айырылмау. Енді кімнің қасында жатам? Жалғыз қалдым ау. Ой, жезде, зарлап жылай бермеңізші. Менің қасыма жатасыз бұдан бұлай. Әпкем кетерінде дайындап кеткен. Екеуің екі жарты бір бүтін боласың, бірге жатасыңдар деп. Ой, көке қойсаңызшы болды ғой. Айтты ғой әпшем, менің қасыма жатасың деп. Иә, табылды ғой. Қашан жатам? Ya baba. Баба. Газет тапкышы. Газет? Свежий газет тапкыш білем. Міне әке. Не бәлем. Газет деп айтым, газет сияқты. Бала, басқа газет бар ма? Басқа газет тапкыш бар, болмайды ма? Міне әке. Бүгін келген ба? Иә. Жаңа ғана біреуін әкеп бербем ма? Уже оқыта ұстадыңыз ба? Жоқ ай. Тура жаңағыдай ғой мынау. Мынауында сол. Тура бірдей ғой мынау. Болмайды ма? Вообще біз газет шығарамай ма? Қазір басқа нормально тапкыш. Әке, мынаны көріңізші. Кешке келді бағана. Мынауында сондай ғой мынау. Мен айттым ғой мына. Бір нормальный газет шығарамайды қазірше. Ой, шіркін-ай, баяғының газеттерін айтам да. Лениншіл жас, Комсомольский правда. Сонда бір время деген газеттер болса еді. Вот солар газет еді. Не мынау? Сонда әке, бұрынғының газеттері ашы шындықты жазып, мәнді мағыналы болған ғой, а? Жоқ ай. Просто мынау. Әке, не істеп жатсыз? Қолым жүр жинадым. Не үшін? Жаңа балық жедім, тауық жедім. Мынау майын алмай жатыр мынаға. Қарашы. Әшейін күйесі жағып. Ана сиясының күйесі жанады, майын алмайды. Сапасы жоқ ешқандай. Осында газет деп шығарып отырып, еще бұны айлықтан басып қалады еще. Әр кварталына 6 мыңнан, алатын 60 мың теңге айлық, 6 мыңнан басып қалады. Шығарамайды қазір газет. Айтты сіз, шығарамайды газет.
Газет. О, баяғы газеттер. Вот газеттер. Қойшы. Немене, братан? Шамал, шын айтып жи. Туалетке барып келейінші. Қышынағанып тұрмын да. Ішіп алайықшы адам құсы. Кейінен ішеміз ғой, братан. Еркін отырып ішеміз ғой, не болды? Тоқта, әке. Тасап кетті. Неменеге? Туалетте отырып ішіп қоясың ғой сен қазір. Тупой, ақымақ. Қай қазақты көрдің туалетке барып ас ішкен? Кейінен кейін ішеміз ғой. Мұсылман айтса сен деген. Барып кеш бол, басым ауырып, тез барып кеш. Бол, давай. Айда берейін. Не болды? Айырдық. Кетті ғой. Іш кетті ма? Іш емес, арақ кетті. Енді қағаз алып, бете бергенде лобида қалып арақ түсіп кетті ғой. Не дейді? Ой, арақ кетті. Көрді қарашығындай сақтады. Барым байлығым ай. Әлінді ма? Жіберге жаман, жіберге. Жібергенді қарға жібер. Ал. Сәрі бұл, айтсы оғын бе сағыр, сәрі қиянат жазып жібері жолдадың ғой. Айрым қалай жаздық қой? Аяғым. Жаным, байлығым, барым, екі өтімеді ғой, Қойш, туалетке түсіп шықты ғой. Қойш, іші. Қойдырш, бұл ішуге бола ма, болмай ма өзі? Неғып болмайды? Мұны туалетке түсіп шықты ғой. Түсе, ішінен кірген жоқ ішінен таза ғой. Мұны ертең масқара болып жүрмеге, жүрегім тыншымай тұрған ғой ше. Ана ауылда ғана молдекең бар ғой, Көлбаяқта. Содан бір пәтуа сұрайшы ма, ішуге бола ма, болмай ма? Юрик, братан, ішуге болады дейм. Ішуге болмайды дейм. Братан, болады дейм ме? Нәрсе спорим? Ке, бір шеше арақ. Болды. Бол, жүр. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар ай? Айналайын. Отыр. Жақсыма? Ай, сендер біздің мешітке жоламайтындар. Қалай кеп қалдыңдар? Кеп қалды. Айналып қашатыныңдар ғой. Тағдыр жазып кеп қалды. Молдеке. Тиістік па, не болды? Мына шаруа бұлай болып тұр. Маңдай термен тапқан еңбек ақымыздың соңғы тиынынан бір шөлмек сатып алдық біз екеуміз. Нені? Бір шарақты. Тар. Енді мен бер десем бермейді. Әжетханаға апарды да түсіріп алды. İçilep zor kaldık ana şölmekti. Endi soğunu jууp şayıp Молдеке енді сол пәтуасын айтыңыз. Сон ішек бола ма, болмай ма? Мына тамақтан адалдап өткізейік мұны асты. Сұрауға келдік сізден. Айтыңызшы сон пәтуасын. Шариғат не дейді? Хадистерде не дейді? Бізге жазылған айтыңыз. Күмән болмасын бізде. Сол ма? Енді сендерге бір сұрағым бар. Қойсаңызшы. Сол ана шөлмек әжетханаға түсіп кеткен кезде аузы жабық па еді, ашық па еді? Жабық қой, жабық. Жабық па? Дұрыс болып тұрдың. Ой, айнал, дұрыс. Жабық болған дұрыс болған. Айт, міне, көрінме, жабық болса ішуге болады. Жабық болған дұрыс болған. Жабық болған дұрыс болған. Дұрыс па не? Дұрыс. Молдеке, сонда аузы ашық болғанда не болар еді? Егер шөлмектің аузы ашық болғанда, ана туалетті былғайтын еді. Туалетті арамдап кететін еді. Өй, ешек бас, соғанда миларың жетпей ма? Өй, ешек миын жеген, ешек бас өңшін. Нурик, не мына молдаң? Білімі жоқ, дүмше молда ма, немене белі? Ілімі жоқ қой? Енді не істейміз? Пернабай молдаға барамыз. Пернабай қайсың? Петкеше бұрынғы. Өзімізбен бірге басып жүретін ше? Қазір ол арақты қойып, білім алып, ілім алып, молда болып кеткен қазір. Қой? Кеттік онда, содан сұрасақ сұрайық. Ол баяғы бәрін біледі ол. Біледі. Арақтың қадірін біледі, главный. Содан сұрайық. Маған десе, ішіп жүрсең де молдалармен күшті араласасың да? Мықты ғой общение. Мен Мәккаға барғаннан кейін осы тілекті ары қарай тағы да тілеймін. Ай, айналайын, бір басың екеу болсын. Алла саған сондай мейірімді, сондай инабатты ибалы ер азаматын сыйлайтын, ер азаматының ата-анасын өз ата-анасындай көретін, өскен өнген әулеттің сондай бір көркем мінезді көрікті қызы нәсіп етсін. Содан ұлдарың моншақты, қыздарың моншақты болсын. Өсіп өніңдер. Енді қазір бүгін жолға шыққалы отырмын.
Енді осы жолға шыққаннан барғанша тілеймін, барғаннан кейін тағы тілеймін. Әмин. Айналайын, ал Асылжан, осы айтқаныңыз қабыл мұрат Аллаху акбар, барамай. Айналайын. Көке, жолыңыз болсын. Жолың болсын. Ақ жол. Иә. Сендерге де нәсіп етсін осы. Аумин. Рахмет Асылжан, бара ғой. Тілеймін, барғаннан кейін де тілеймін, бәрін де тілеймін. О, келінген аты ғой. Домаланып. Сәлем бердік ата. Қабыл алдық, айналайын, ұлтап. Кел, отыр. Қалай, амансыздар ма, келін? Аман есен. Ата естіп жатырмын, қажылық сапарға кетіп бара жатыр екенсіз ғой. Иншалла. Күштісін-ай. Ата, маған дұға тілеп қайтыңызшы. Бәрекелді. Ал, ауминді. Не тілейін? Мына тұңғышым ғой енді босанайын деп жатқан. Сон аман есен дүниеге келсін деп тілеңізші. Болды, тілеймін. Құдай қаласа тілеймін. Я Алла, өзі не деді? Ол деді? Ұлға тілейін де бірден. Ұлға тілейін. Я Алла, ораза жоқ па? Жоқ. Бәрі нормальды ғой? Нормальный. Олай бол. Айтпақшы, инфекцияға тапсырдың ба? Я тапсырдым. Не деді? Носки. Болды, қолың жай, болды. Ең главныйды өтіпсің. Ал, айналайын, Алла тағалам. Я Раббым, мына осы келініміздің аман есен босанып, елдің, діннің, мынау тұтқасын ұстайтын, елді әділ басқаратын, сондай атпалдай азамат дүниеге келсін. Елдің нанын емес, елдің қамын жейтін азамат болсын. Мынау жемқорлар, парақорлар сияқты емес, елді әділ жолмен басқаратын асыл азамат болсын. Атаның баласы емес, Алаштың данасы болсын. Аумин, Аллаху акбар. Ата, аман есен барып қайтыңыз. Елге келгесін міндетті түрде ең бірінші біздің үйге келіңізші. Сіздің дұғаңызды алайық. Ана апам мен көкем арнайы сізді етке шақырам деп отыр үйге. Рахмет, ал. Жақсы ата, рахмет. Алла разы болсын. Аумин, айтқаның келсін. Ой, Нұрхатжан амансың ба? Ассалаумағалейкум. Ассалам. Қалай? Жақсысың ба? Аман есенсің ба, айналайын. Қалай, тойлар болып жатыр ма? Естіп жатырмын. Тек халал тойға барады екенсің. Анау арамас қойған тойға бармайды деп естіп жатырмын. Дұрыс айтасыз. Міне, Алла адалдықтан береке береді. Анау харамасқа барып той басқарып миллион теңге тапқанша, мынадан 1000 теңге тапсаң сол береке болады. Амин. Міне, айналайын, міне, қазақтың адал тойына қызмет ете беріңдер. Ертең барғаннан кейін дұға қыламын. Осы Нұрхатымның тойы, көтере қолыңдар. Нұрхатымның тойы көбейсін. Осы тойдан, қазағының, осы қазыналы тойынан Нұрхат байысын осындай. Осындай тамадалар көбейсін деп мен дұға тілеймін. Аумин. Жол жөнекей тілеймін, барғасын да тілеймін. Жақсы, айналайын. Енді ақсақал, сіз енді мына мұратыңыз асыл, ниетіңіз қабыл. Неңіз иманыңыз кәміл болсын. Енді сіз енді көптеген адамның дұғасын апара жатсыз ғой. Ой, бүкіл ауыл кеп жатыр. Иә, соны. Бүкіл ауыл кеп дұғасын айтып жатыр. Сол үшін баратырмын ғой. Ақсақал, шынымды айтайын ақсақал, уайымдап келдім. Сізді кетіп қалама, үлгермей қалама деп. Бүгін кетіп баратырмыз ғой. Иә, ниет тілегіңіз қабыл болатын. Ақсақалдың бірісіз. Енді ақсақал бір өтінішім бар еді. Сол енді сізді ар жаққа барған кезде ұмытып қалмасын деп дұға тілегім жазып алып келем. Бәрекелді, міне. Осылай істеу керек қой. Осылай істемей ме бәрі? Әкел. Кәне. Бәрекелді, міне. Ата бабам үшін, ата анам үшін, бауырларым үшін, міне, бала шағам үшін. Бұрамдарда кәсіп, нәсіп, бір параққа толтырыпсың ғой. Иә, мына арт жағында да бар. Артында да бар ма? Арт жағында. Айнал. Бәрі сұрапсың ғой. Міне, осылай жазба керек қой. Міне, болды. Осының бәрін барғанша тілеймін, барғаннан кейін тағы тілеймін. Рахмет. Болды. Айналайын, бара ғой. Рахмет. Көке, тағы бір өтінішім бар еді. Айта ғой. Қайын жұртымның да тізімі бар еді. Қайын жұртшының қараса бірің. Иә, қайын жұрттың арқасы отырапсың ғой, бұнда бір. Арт жағында да бар. Арт жағында бар ма? Ой, бірмай, қайын жұртшылда қажылды. Сені бір сетке, болды. Барамды дұға тілеймін. Болды. Жақсылап тілеймін. Жақсы, сау бол. Ақсақал, жігіттің 3 жұрты болады дейді ғой. Мына нағаш жұртымды ала кетіңізші. Нағаш жұртым? Иә. Болды, ала кетейін, болды. Міне, 3 жұртың түгелденді, болды. Барамда осы 3 жұртыңа дұға тілеймін. Жақсылап тілеңізші. Болды, жақсы. Ақсақал, соңғы өтінішім. Айта қойшы, айтшы. Айран сұрасаң шелегін жасырма дейді ғой қазақта. Иә. Мынау жиен бөлелерімнің тізімі еді да. Иә. Мынау коллектив. Құдағи. Мынау коллектив. Коллективті берді ғой жаңа сен тұрғы міне коллектив. Сабыр, ақсақал. Сіз мына мінезіңізбен қалай бармақсыз қажылыққа? Қалай кіресіз қара тасты, қалай сүйесіз? Сабыр сақтасаңшы, 2 тос қалды ғой. 2 тос деппін ғой. 2 тілек қалды ғой. Мінім, класстас жора жолдастар. Соңғы тос деппін ғой. Соңғы дұға тілектер, көршілер. Тоқташы, Нұрхатжан, тоқташы. Басымды қатырып жібердің ғой жүді. Мә, ұстам мұнымды. Мынауыңа өзің барасың ол қажылыққа. Неге? Мен 1 жыл жатам ғой мына дұғаны тілеу үшін.
мен өзім бара жатқаным 10 күнге бара жатырмын. Сен дұғаң тілейін ба мен? Ауыл аймақтың бала шағамның дұғаң тілейін ба? Қуады келсейді, таза қуады келсейді. Кетейін. Ақсақал, хотя бы мына 3 жүртімді алып кетіңізші, ішіне келіңіз. Мынаны 3 жүрт. Сондай болды. Ой, жол деген ұзақ екен. Ата бабаларымыз атпен арбамен қалай барған ей? Ой, оңай емес екен. Самолетпен 8 сағат туда 8 сағат обратно соның өзі қиналып қалдық. Ата бабаларымыз мықты екен. Шыдапсыз қайтаға. Шыдадық. Ол жақта күн ыстық па? Күн ыстық. Қазір бізде қыс болып тұр, қақаған аяз. Ол жақта жаз болып тұр. Ол жақта керемет енді. Ой, дұғаны тіледім. Саған жақсы келін тіледім. Сенің жаңа 3 парағыңды 3 күн оқыдым. 3 күн ежелеп әрең оқыдым. Қой шіркін нашар біреуге жазғызыпсың. Арабтарды көрдіңіз ба? Шынымен. Арабтарды көрмедік ей. Оларды көре алмайды екенсің. Неге? Оларды намаз кезінде ғана көріп қаласың. Жылт етіп. Басқа кезде көрінбейді екен. Жұмыс істемей ме сонда? Жұмысты басқалар істейді екен оларда. Кімдер? О, ана не дейді? Үндістаннан, Бангладештен, Индонезия дей ма, анау жағы не дейді анау? Африка дей ма, Пакистан сондай жерлерден келіп істейді екен. Жағдай нашар елдер ма? Нашар елдерден келіп істейді екен. Өздері жұмыс істемейді екен олар. Сонда мүлде арабтарды көрмей кеттіңіз ба? Көрдік қой. Намаздың кезінде ғана көреміз. Бір қызығы, әр араб 4 қатын ертіп келеді ғой. Жарықтықтар. Қазақтар отырады, аузынан су ағып, ананы көріп. Байқұстар. Ай, ол өзінің, төртеуі өзінің қатын емес шығар. Ой, некелі 4 қатыны. Шариғат бойынша Алланың рұқсатымен алған 4 қатыны. Ол да жерде ондай арам нәрсе болмайды, ол сен шашаспай өйтіп. Көлбай ата, сіздің де 4 әйеліңіз бар ғой? Иә. Соларды қажылыққа апармадыңыз ба? Өзіңіз бастап, бүйтіп қазақтардың абыройын көтеріп отырады деңіз. Бізде 4 әйел ала аламыз. Ал, не бапты деп. Кетей! Қатыра деген сіз енді. Сол барып 4 қатыны қырылып жатпайын сонда. Өзі апаларың мінезін білесің бе өзің? Шетіне қызғаншақ қой. Жұрттың бәрі қағып ана былай айналып жүрсе, мен керіс айналып жүрмейін. Қашып 4-еуінен. 4 бұрышқа тұрып, мә өткізеді сен сосын. Қатыра деген сіздер. Қой, осы абыройымызбен жүре берейіктен не қыласың? Біздің қатындар дайын емес қойған әлі. Дайын болғанда апарасың. Қой, мынау әжібадан. Мынау жаңағы Ет қалбасын. зәмзәмнен алып келдім. Ай, кепір әкел ана нені. Ыдыстар әкел. Зәмзәм ішіңдер айналайын. 4 қатымен бар шуғыңдар. Қорып қаласыңдар. Қорып қалады. Арап қайта білмеймін.